Сәлем достар. Бүгінгі видеода мен сіздерге жаңа фотода көрсеткендей оверсайз кофтаны, міне осындай кең кофта, соны екі жағын тігіс бойынша екі жағынан қысқартатын боламыз. Бұл бізде клиентіміздің өтініші бойынша біз кофтаның ешқай жеріне тиіспейміз. Иығы бәрі спущенный рукав, сондықтан біз мына екі жанынан осындай кішкене алатын боламыз, яғни 5 сантиметрден аламыз. Міне ол үшін біз қалай істейміз? Екі жан тігісінен аласыздар, осындай қанша сізге керек, қысқарту керек. Мен мысалы 5 сантиметрден алып отырмын екі жанынан. Және мына жерде біз қолтығына тиіспейміз, сондықтан біз мына жерде осылайынан плавно былайынан алып, осылай қолтығына қарай тігетін боламыз. Бұл арада сіздер бірінші көктеп алсаңыздар да болады. Содан кейін барып біз тігіске кірісеміз. Бірінші жай тігіспен жүргіземіз, содан кейін оверлокпен жүргізетін боламыз. Міне мына жерде тағы да көрсетіп кетейін манекенде. Мынау кофтамыздың ішкі жағы. Міне мынандай осылай. Осыншалықты біздің кофтамыз кең болып тұр. Міне көрдіңіздер ме? Бұл оверсайз. Екі жағынан да осынша артық міне. Мына жағынан да осынша артық. Осының бәрін бізге қысқарту керек. Сол үшін мен жаңа сіздерге көрсеткендей бірінші ине қадап аласыздар осылай. Одан кейін көктеп алған дұрыс болады. Одан кейін барып біз машинкамен тігетін боламыз. Міне жаңа көктеп алған жерімізді, міне осыны мен жай тігіспен жүргізіп жатырмын екі жағының қатарына. Қазір екі жағында оверлокпен жүргізетін боламын. Міне енді келесі тігіс бізде оверлокпен жүргізу. Бұл кезде біз уже артық емес жерлерінің барлығын оверлок арқылы қиып тастаймыз. Міне осылайынан. Міне қараңыздар, кофтамыз дайын. Ешқандай да өзгеріс білінбейді. Бұрынғы өзінің әдемі қалпын сол беті сақтап қалды. Қараңыздар, міне тігістері барлығы әдемі болып сол беті қалды. Ешқандай да өзгеріс білініп тұрған жоқ. Қараңыздар, жақсылап үтіктейсіздер, болды. Оверсайз кофтамызды клиентіміздің қалаған размеріне осылай кішірейтіп бердім.